Достар, қазіргі дүкендерде макаронның әр дәміне байланысты әр түрлі таңдаулар бар. Бірақ мен сізге үй кеспесін дайындауға кеңес беремін. Оның дәмін сатып алынған дәммен салыстыруға да болмайды. Пішінін жақсы сақтайды, кеспені гарнир ретінде дайындауға да болады. Дәмді неше түрлі сорпаны дайындауға да болады. Көрсетілген ингредиенттердің мөлшерінде бір жұмыртқаға 100 грамм, 110 грамм ұн керек. Ұн әртүрлі болып келеді, сондықтан қамырды илеп жатып, қамырдың консистенциясына қараған дұрыс. Мұнда менде бір жұмыртқа және 100 грамм ұн кетті. Және дәміне қарай шым-шым тұз салдым. Ешқандай да су қолданған жоқпын. Өзіме ыңғайлы консистенцияда, яғни қатты етіп қамыр илеп қойдым және бір 5 минутқа 10 минутқа демалдырып қойдым. 5 минуттан кейін кішкене ғана ұн себеміз де ұзыншалап қамыр жайдым. Қамыр қатты жұқа болмау керек. Шамамен 1 мм, 2 мм-де қалыңдықта болып тұру керек. Кесу барысында сіздің жасайтын тағамдарыңызға да байланысты. Менің жағдайымда кеспені кесетін арнайы құрылғыны қолдандым. Егер сізде бұндай құрылғы болмаса, ештеңе етпейді, жай ғана аралығын 2 мм етіп пышақпен кесіп шықсаңыздар да болады. Осындай кеспені құрғақ жерде сақтау керек. Мен сізге нақты сақтау мерзімін айтпаймын, бірақ сенімді түрде 2 апта сақталады деп айта аламын. Қайталап айтайын, құрғақ жерде сақтаңыздар. Мен бұндай кеспелермен көбінесе сорпа тамақтарға қолданатын боламын. Бұл өте дәмді болып шығады, және де үй жағдайында жасалынған екені көрініп тұрады. Және де ең бастысы жабысып қалмайды және біздің сорпамыз бір ботқаға айналмайды. Және де ең бастысы махаббатпен дайындаңыздар, сонда сіздерде барлығы болады. Маған сеніп, рецепттерімді қолданып жүргендеріңізге алғысымды білдіремін.